Қазыналы өлке Маңғыстаудағы сапарымыз жалғасуда. Маңғыстау мұнай құбыры басқармасына қарасты Қаражанбас мұнайдау станциясына ат басын бұрдық. Қара алтын тасымалы қыз-қыз қайнап жатқан Қаражанбас Бозашы түбегінің мұнайын құбырымен жөнелтіп отырған маңызды нысан. Сіздермен бірге вахта тележобасы. Шалғайда жатқан станция жұмысының ерекшелігі, вахта өмірі, мұнай құбыршылар жұмысы барлығы да біздің тележобада. Олай болса, кеттік. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Аман есен келдіңдер ме? Я, өте жол жақсы екен. Ал жақсы, мынау Қаражанбас мұнайдау станциясына қош келдіңіздер. Ішке кіріңіздер. Жүріңіз. Өздеріңіздің жұмыстарыңыз қалай болып жатыр? Жұмыстарымыз бір қалыпты, жақсы. Күндегі регламентке сай жүріп жатыр. Қыз-қыз қайнап жатыр десе де болады. Мынау біздің 96 адамға арналған жатақханамыз. Қаражанбас станциясы туралы бір айтып кетсеңіз. Қаражанбас мұнайдау станциясы 1980 жылы құрылған. Биыл мінекей 45 жыл болып жатыр бізге. Құттықтаймыз. Рахмет көп-көп. 145 адам қызмет жасайды. Бұл 2 ауысымда қызмет етеді, уақытылы әдіс болғаннан кейін. Енді Қаражанбас мұнайдау станциясы жөнінде айтатын болсақ, біздердің атқаратын жұмысымыз, мысалы, мына Қаражанбас Ақтау мұнай құбыры арқылы осы жердегі мына Бозашы түбегіндегі мұнай компанияларының, әртүрлі мұнай компанияларының мұнайын Ақтауға осы құбыр арқылы тасымалдаймыз. Бүгін уақытының ауысатын күні шығып көрсеңіздер болады. Керемет, мен дәл түсіппін ғой. Онда қазір инструктаж өтіп, мен соларды қарсы алсам. Жақсы, көріңіз. Қаражанбас мұнайдау станциясының міндеті мұнайды қабылдау, сақтау және Қаламқас Қаражанбас Ақтау магистральды мұнай құбыры арқылы тасымалдау. Резервуар паркінің жалпы көлемі 40 мың текше метр, яғни көлемі 10 мың текше метр 4 резервуар бар. Сонымен бірге 4 магистральды сорап станциясы мен 5 сүйемел сорап станциясы да тасымал процесінде маңызға ие. Қаражанбас Ақтаудан 200 шақырымдық жерде орналасқан станция. Жұмысшылар 15 күн сайын ауысады. Біз сол вақыт ауысатын күнге дәл келген екенбіз. Жақын жер емес, автобус келгенше станция жұмысымен таныса тұрғанды жөн көрдік. Станцияда жұмыс қайнап жатыр. Ғұмырын құбыр саласына арнаған жандар аз емес. Солардың бірі Амангелді Таменов. Қаражанбас мұнайдау станциясында 26 жылдан бері таман аудармастан еңбек етіп келеді. Құбырдың қыр-сырын мықты біледі. Бүгінде апатты қалпына келтіру пунктінің бастығы. Қаламқастың басынан 0-ші шақырым дейді. Болмас дейміз ғой, Қаламқас мұнайдау станциясының. Содан шыққаны 500 тұрбаменен Қаражанбасқа келеді. Қаражанбастан осы ішке мына тік тұрған қазандарға қабылдап алады. Содан екінші мына солтүстік Бозашы Қаражанбас дейтін мұнай құбыры бар. Ол 400 диаметрлік құбыр. Сол екеуі мұнда Қаражанбастың басына орталық осы неге резервуарға қабылдайды енді. Содан кейін бәрін түгел Ақтау, Бомас Ақтау станциясына айдайды. Ол мұна құбыр бойында жұмыс жасау деген күннің ысысында да, салқынында да, жаңбырында да, ол жерде, яғни айтқанда апатты қалыпқа келтіру пунктіне жасайтын жұмысшылар, яғни менің слесарларым, олар айтады, суға салса батпайды, отқа салса жанбайды деген мағынада біздерде сондай бір мәтеліміз бар өзіміздің. Бірақ енді мен жігіттеріміз көріп жатсыздар, алып денелі, палуан, қазақтың сентратор мен айтайын жігіттері. Өте және сауатты. Ол және қазір ғана барып шеберлік неге мамандыққа қоям десең, үлгі адам сақаты сай оған. Қаражанбас мұнай компаниясы өндіретін мұнай, шайырлы мұнай. Ол мұнайды біздер осы жерден ақаусыз Ақтау мұнай айдау станциясына жеткізіп береміз. Яғни айтқанда бүйтім зауытына жеткізіп береміз. Ол бүйтім зауытынан әрі қарай мұнда Қазақстанның түкпір-түкпіріне біздің мұна Қаражанбас мұнайдан шыққан мұнайды, яғни айтқанда біз тасымалдаған мұнайдан бүкіл мұна Қазақстан бойынша асфальт жасап, соның өнімдерін жан-жаққа Қазақстан бойынша, может шетелге шығарып жатқан шығар, сол бойынша біз қызметімізді қыламыз.
Жалпы өзіңізге енді вахтада жұмыс істеу қаншалықты ұнайды? Несімен сізге жағымды ерекше? Енді ауысымдық дейді, вақтылық методпен жұмыс жасау дейтін біріншіден мына өзіміздің әріптестерімізге, бір-бірімізге өте туыстық, бауырмашылдық қасиетін өте қатты көтереді деп есептеймін. Сол себептен осы мына ауысымдық белгідегі вақтылы методтағы жұмыс жасаған маған өте қолайлы, ыңғайлы, қуанғам. Әр жағында 15 күндей уақытым болады, басқа да шаруаларыңмен ыңғайлап, шаруаңды ары қарай дөңгелетуге өте ыңғайлы. Керемет. Дәл бүгін мұнда вақт ауысатын күн. 15 күн бойы тынымсыз еңбек еткен мұнай құбыршылар жайлы автобуспен үйлеріне қайтады. Ал 15 күн демалыстан келетін әріптестер жаңа күш, жаңа серпінмен жұмысқа кіріседі. Аты жөнім Құдайберген Болат, оператор НПС болып жұмыс жасаймын Қаражанбаста. Қазтрансойл мекемесінде 22 жыл болды қызмет жасап жатқаныма. Керемет. Енді жаңағыдай осы вақтаны сағындыңыз ба жалпы? Енді екінші үйіміз ғой мына вахта деген. 15 күн үйде болсақ, 15 күн осы жұмыс жасаймыз. Екінші үйіміз, ұжымдастарым бәрі жақсы. Рахмет Қазтрансойл мекемесіне. Осы мекеменің арқасында бала шағамызды асырап, балдарымызды қияға, оқуға жіберіп жатырмыз. Барлық жақсы. Рахмет. Онда сіңізге сәттілік, сау болыңыз. Көп рахмет. Вахтада еңбек ететіндер үшін мұнда барлық әлеуметтік жағдайлар жасалған. Жұмысшылар арнайы бекітілген мәзір бойынша 3 мезгіл тамақпен тегін қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар 96 адамға арналған жатақхана бар. Станцияның шаруашылық меңгерушісі Альфия Бекмамбетова бізді жылы шыраймен қарсы алып жатақхананы көрсетті. Енді біз жатақханаға келдік. Жатақхана өте кең әрі жарық екен. Бұл жерде жалпы қанша жатын орны бар? Бұл жерде жатақханада 96 орын бар орналасқан. Жатақханамызда медпункт арналған, асханамыз бар, кір жуатын бөлмеміз бар, спорт залымыз бар, кітапханамыз бар. Өздері емін-еркін бос уақытында жұмысшылар ұнаған кітаптарын оқиды, өздерін өз үйінде сезінеді осында. Ал жүріңіз, енді мен сізге көрсетейін жұмысшылардың жататын бөлмесін. Қандай бөлмелер? Мынау біздің бөлмеміз. Бөлмемізде көріп тұрғандай сіз сплит-система, смарт-ТВ, холодильник, Wi-Fi бәрі орналасқан, бүкіл жағдайлар жасалып тұр. Шынымен де керемет. Кең әрі жарық, барлық жағдай жасалған екен. Онда мен өндіріске барайын. Жақсы, онда рахмет. Ен даланың ортасында тұрған Қаражанбас мұнайдау станциясында жұмыс қайнап жатыр. Қаламқас Қаражанбас Ақтау мұнай құбыры арқылы мұнай тасымалы үздіксіз жүруде. Желілік құбыршы Мағзұм Нұрбергенов осы құбырдың апатсыз жұмысына өз үлесін қосып келеді. Жұмысыңыз қалай өтуде? Жақсы. Мағзұм аға, осы желілік құбыршы болып қызмет атқарып келе жатқаныңызға қанша жыл толды? Асхат, мен бұл мұнай саласында желілік құбыршы болып істегеніме 94 жылдан бері 31 жылдың шамасы болған екен. Осы табан аудармастан осы Маңғыстау мұнай құбыры басқармасында Қаражанбас мұнай айдау станциясында апатты қалпына келтіру бригадасында осы табан аудармастан 31 жыл еңбек етіп келемін. Енді 94 жылдан бері аз уақыт өткен жоқ. Қазіргі уақытпен салыстырғанда сол 2000 жылдарға дейін бұл желілік құбыршы мамандығы бойынша істеу өте қиын болды. Сосын енді мына жұмысшылардың тұрмыстық жағдайда көлікпен қамтамасыз ету жағы, біз көбінде мына көп далада жүретін болғаннан кейін желі магистралды тұрбаның бойында бізде көлік транспорт жағы қиындау болды қазіргімен салыстырғанда. Енді сол қиын уақыттардың бәрінен өттік. Енді қазір Құдайға шүкір мынау біздің жұмысшылардың тұрмысы, жалпы жұмыс
қазір енді жеңілдеді, сол кезге қарағанда жеңілдеді деп айтуға болады. Қазір енді мына көлікпен жалпы адамдардың мына тұрмысы, жатақханадағы бәрі де енді жұмысқа әсерін тигізеді ғой. Жұмысымыздың аты айтып тұрғандай апаттық бригада деп, апатты қалпына келтіру бригадасы деген сияқты. Сол біздерде енді апаттың алдын алу жұмыстары, жоспарлы жұмыстар. Мына қазіргі кезде осы тұрба ішіне жіберетін тазартқыш бар, диагностикалық деп айтылады. Внутритробный диагностика деп. Сол прибордың көп көмегі тиіп тұр. Жаңағы ақауы бар жерлерді біздер алдын ала ремонттап, сол қалпына келтіріп тастаймыз. Сол авариялық жұмыстардың алдын аламыз. Ал осы жалпы жұмыстан тыс уақытта өзіңіз немен айналысқан жақсы көресіз? Енді жұмыстан бос уақытымызда қазір біздің мына жатақхананың қасында спорт алаңдары бар, жұмысшыларға арнап істеген шағын спорт залымыз бар жатақхананың ішінде. Енді сол көпшілік сияқты мен де өзім спортты өте жақсы көрем. Бала күнімнен сол 94 жылы осы жұмысқа орналасқаннан кейін 95 жылдардан бастап осы Маңғыстау мұнай құбырлары ол кезде енді южный болды. Сол мекеменің намысын қорғадым. Үлкен жарыстарда волейбол, футбол, баскетбол ойындары бойынша. Сосын осы соңғы уақыттарда қазір енді жасымыз ұлғайғаннан кейін осы асық ату, сол әлде де қатардан қала қойған жоқпыз. Сол әлде де намысын қорғап жүрміз. Маңғыстау мұнай басқармасының намысын қорғап жүрген жайым бар. Енді осы 31 жыл бойы құбыр бойында жұмыс істеп келе жатыр екенсіз. Сіздің еңбегіңізге табыс тілеймін. Жұмысыңыз елене берсін. Рахмет, сау болыңыз. Мұнай дау станциясында зертхананың болуы заңдылық. Мұнда мұнай сапасы қадағаланып отырады. 19 жылдан бері вахтада еңбек ететін Бибі Саратаева 5 баланың анасы. Отбасыға да, жұмысқа да үлгеріп жүрген маман. Бибі Сара, өзіңіздің қызметіңіз, жұмысыңыз жайлы айтып кетсеңіз. Мен 19 жылдан бері осы зертханада химиялық талдау зертханашысы болып жұмыс жасаймын. Біздің жұмысымыз мұнай өнімдерінен сынама алып, химиялық, физикалық қасиеттерін анықтап, мұнайдың сапасын тексеріп, стандартқа сай болуын бақылау. Мұнайдың суын, тұзын, тығыздығын және де басқа да көптеген талдау жүргіземіз. Менің әрбір күнім сынама алып, тексерумен өтсе де, бұның артында көп жауапкершілік жатқанын сеземін. Өйткені біз компания үшін ғана емес, бүкіл елдің энергетикалық қауіпсіздігі үшін де жұмыс қызмет етеміз. Мен бұл мамандықты таңдағаныма еш өкінбеймін, керісінше мақтан тұтамын. Себебі елдің дамуына үлкен үлес қосудамын. Осы жылдар арасында көптеген тәжірибе алып, көп талдау жүргіздік. Қазіргі кезде кейін келген жас мамандарға үйретудемін. Жалпы бұл вахтада әйел ана ретінде қаншалықты қиын немесе оңай? Я, менің 5 балам бар. Әрине енді балаларым кішілеу кезінде алаңдаушылық болды. Қазір балаларым есейіп, бәрі жақсы, жұмысқа да үлгеріп, отбасыма да үлгеріп жүрмін. Бұл менің тек жұмысым ғана емес, бұл еңбегімнің тарихы, менің өмірімнің мақтанышы. Керемет, онда жұмысыңызға сәттілік, еңбегіңіз елене берсін. Сау болыңыз. Біздің артымызда тұрған мобильдік ғимарат өзіндік ерекшелігі бар, әрі маңызды нысан болып табылады. Осы туралы толығырақ біздің әріптесіміз Нұрлан айтып берсе. Бұл қазіргі заманға сай су тазарту қондырғысы. Ішіне кіріп көрсе бола ма екен? Әрине болады. Бұл біздің еділ суымыз келіп, осы мындық қазандарға құйылады. Одан кейін мына жерде бізде фильтрлер бар. 3 этапты фильтрлерден өтіп, бізге келетін еділ суымызды сапалы түрде санитарлық, эпидемиологиялық тараптардан өтіп, мына қазандарға жиналады. Одан кейін мына 3 насос арқылы
қазандағы суды біздер общежитиеге қолдануға жібереміз. Мен түсінгенім бойынша мында тап-таза су осы жерден іше берсе де болады. Иә, әрине бұл тап-таза су, бұдан алып Жалпы бұл қондырғының өзіндік тиімділігі қаншалықты? Бұл өте бізге тыйым болды, себебі біздер бұрын қияқтың суын пайдаланатын болсақ, біздерге қазір еділ суымызды фильтрден өткізіп, біздерге тап-таза ауыз суды жеткізіп тұр. Біздерге ол қазір жақсы үнем болды. Барлығы осы біздің вахтада қызметкерлер үшін дейсіз ғой? Әрине жұмысшыларымызға арналған су. Күні бойы станцияны аралап, кешкі ас ішуге асханаға тағы келдік. Төрде тұрған әдемі картина, осы асхананың сәні, әрі бұл туындыға қарап бір демалып алғандай боласың. Өнер құдіреті деген осы болар. Бір ерекшелігі, картинаны Казтрансойлда 17 жылдан бері еңбек ететін осы станция қызметкері Айжарық Мейірман салған. 15 күн демалыста сурет салғанды жақсы көреді. Қалқалам шеберінің қолынан талай туынды дүниеге келді. Айжарға, енді туындыңыз өте керемет екен. Бұл жерде негізі не бейнеленген? Рахмет көп. Өзіңіз көріп тұрғандай, бұл жерде Қазақстанның мақтанышы жалғыз Каспий теңізі. Ана арт жақта көзге бұлыңғыр көрініп бара жатқан танкерлер, мұнай таситын танкерлер, әдеби тілмен айтқанда қара алтын тиеген қаранар деген. Бұл енді үздіксіз, тоқтаусыз жүріп жатыр. Еліміздің экономикасына елеусіз, ұланғайыр, өлшеусіз үлес қосып келе жатқан Казтрансойл мекемесінің танкерлері мұнайын таситын алыс шетелдерге кетіп жатыр ары қарай. Бұны салған себебі жаңағыдай, теңіз деген суға қарағанда адам успокоить дейді ғой. Тыныштық, жанның тыныштығы үшін салғаным. 17 жыл өмірімнің ішінде жұмыс жасадым. 7 жылы осы вахтылық әдіске арналды. Вахтылық әдіс дегеніміз енді осы жердегі ұжымның мысалға ұйымшылдығы, сосын жаңа бір отбасының мүшелері сияқтымыз ғой. Енді жарты өміріміз осы жерде өтіп жатқасын. Сосын мына салғаным бір жағынан осы мекемеге сыйғылып тарттым. Майлы бояумен салынған жұмыс. Үйдің жағдайын шамалы келтіргенім ғой. Домашний обстановкаға осы жұмыста. Қанша дегенмен жұмыс оңай емес мына жердегі адамдарға. Сонда тамақ ішкенде жаңа сіңімді болу үшін тыныштық деп айтып жатырмын ғой, жанға тыныштық деп. Сол үшін де салғаным жаңаға. Өте керемет аға, шынымен әсерлі туынды, тыныштықты бірден сезіне кеттім. Сіздің қолыңызды бір алып қойсам. Рахмет. Маңғыстау мұнай қоры басқармасының командасы Казтрансойл спартакиадасының 3 дүркін чемпионы. Өр рухты, табанды, мықты спортқа жақын әріптестеріміздің бұл үлкен жеңісі. Вахтадағы көптеген әріптестердің де үлесі зор. Олар жұмыстан соң спорт залында шынығып, салауатты өмір салтын ұстанады. Қаражанбас мұнайдау станциясында бой көтерген заманауи спорт алаңы да шынығуға үлкен мүмкіндік беріп отыр. Әмбебап спорт алаңының мүмкіндігі мол. Волейбол, баскетбол ойындарында ойнап, ептілігін байқатып, спорттық жарыстарға осылайша дайындалады. Абай, ассалаумалейкум. Алейкумассалам. Жуырдаған Астанадан келдіңіз. Спартакиада, Самұрық-қазына спартакиадасының жүлдегері атандыңыз, бірінші орын алып құттықтаймын. Енді жалпы осы вахтада жұмыс істеу сізге қалай? Иә, маған вахталық жұмыс ұнайды әрине. Осы Қаражанбас станциясында мен жұмыс істеп келе жатқаныма 3,5 жылдай уақыт болды. Соның ішінде бізде осы жұмыспен бірге спортты да бірге қатар алып жүрген тырысамыз әрине. Осы жақында ғана болып өткен Қазмұнайгаз бен Самұрық-қазына жарысынан бірінші орын алып келген болатынбыз. Осылай енді Алла бұйыртса осы алдағы уақыттарда да осында жетістіктерге және жұмыста да жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Тек Казтрансойл алға. Мұнайлы өлке Маңғыстауға сапарымыз осымен аяқталды. Қаражанбас мұнайдау станциясының жұмысымен таныстық. Біз үшін бұл әсерлі де қызықты сапар болды. Өйткені әр маманның айтары бар, әр маманның орны бөлек. Маңдай терімен, адал еңбегімен еліміздің өркендеуіне үлес қосып жүрген барлық әріптестерімізге рахмет. Келесі вақтада кездескенше. Тағы бір күн бізге мүмкіндік, 24 сағат жасайтын тіршілік, берілген уақыт бес қолшылық, дүниенің буына кетпе тұншығып. Тағы бір күн